Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте жұмсақ, дәмді нан дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, кез келген үйден табылады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Нанға қажетті заттар толық мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен қамырын ашытып аламыз. Міндетті түрде сүт пен су жылы болуы қажет. Жылы болмаған жағдайда қамыр дұрыс көтерілмейді. Жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, ағын қосамыз, нанның бетіне жағуға қажет болады. Барлық қоспаларды жақсылап араластырып алып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, ұнды азайтып, көбейтіп салып отырасыздар. Қамырдың июін қандырып, 10 минуттай әрі-бері жақсылап илейтін боламыз және бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Құрметті көрермен, видеом ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыз. Міне бізде қамыр көтерілді. Мен қамырды екіге бөліп, дәу-дәу екі нан жасайтын боламын. Бір бөлігін тапаға салып, 5 минутқа бетін жауып қалдырамын. Воздушный болып, екі есе көтеріледі. Піскен кезде өте жұмсақ, үлпілдек, тура булочка секілді болады. Қамыр екі есе болып көтерілді. Енді қамырмен жұмыс істей берсек болады. Бағанағы бір желтоққа 2 ас қасы сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз және қамырдың бетін әртүрлі етіп сәндей берсеңіз болады. Жұмыртқаға саусақтың ұшын батырып, нанның бетін толығымен басып шығатын боламыз. Беті жылтырап, әдемі болып пісу үшін бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған пешке пісіріп ала берсек болады. Нанға өз қалауыңызша мак немесе күнжіт себуге болады. Мен мак себетін боламын. Негізі бұлар міндетті емес. Міне қамырды пісіріп ала берсек болады. Мен 220 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пештеріңізге қарай пісіріп аласыз. Мен екінші нанды да дәл осы жолмен пісіріп алдым. Міне достар, нан пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек, тура булочка секілді болып шығады. Әсіресе шайға вареньемен жегенге өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ас болсын!